Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын хачапури дайындайтын боламыз. Таңғы асқа, түскі асқа дайындасаңыздар болады. Міндетті түрде дайындап, видеоны соңына дейін көріп, қолдап кетіңіздер. Ыдысымызға ұнымызды салып, 1 шай қасықта құмшекер, жарты шай қасықта тұз, және де жарты шай қасық ас содасын салып, араластырып, 1 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көре аласыздар. Жұмыртқамыз бен ұнымызды араластырып, аз-аздан сүтімізді құя отырып, видеодағыдай қоюлықта қамыр дайындайтын боламыз. 1 пиала айранда қостым. Өте дәмді болып шығады. 2 пиала сүт, 1 пиала айран қостым. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қоюлығын көріп тұрсыздар, осындай қоюлықта болады. Енді сырымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сырымыз қанша көп болса, сонша жақсы. Менде үйде бар сырды қосып дайындадым. Енді сары майымызды қызып тұрған табамыздың түбіне жағып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді дайындап қойған қамырымызды құятын боламыз. Астын бәсеңдетіп қойып, пісіретін боламыз. Екінші шетін аударып, көріп тұрғандарыңыздай. Осылай қып-қызыл болып, әдемі болып шығады. Тағы да сары май сүртіп, бетін жауып, тағы да 5-10 минутқа қалдырамыз. Осылай екі шетін аударып пісіріп алатын боламыз. Өзім дайындап көріп, өзіме ұнағаннан кейін, балдарым сүйіп жегеннен кейін, сіздермен де бөлісем деп шештім рецеппен. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Шаймен ішкенге әсіресе тез дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл түсі де әдемі болып шығады. Пісіп шыққаннан кейін екі бетіне де сары майды жақсылап жағып шықсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Балдарыңыз сүйіп жейді. Барлығының ұнары сөзсіз. Көріп тұрғандарыңыздай хачапури дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецептерім ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта басқа да рецептер шығаратын боламын. Видеомды соңына дейін көріп, қолдағандарыңыз үшін рахмет.